Сәлем бердік тыңдармандар. Бүгінгі түс жору шығарылымда қайтыс болған әкеңізді көрсеңіз мұсылманша түс жоруда қалай жорылады. Түсінде қайтыс болған әкені көру біз жоғалтқан адамдар үшін сағыныш пен сағыныш сезімін беретін ортақ көрініс. Түсінде қайтыс болған әке әртүрлі пішіндер мен формаларда көрінуі мүмкін және көбінесе рухани өмірдің және басқа әлеммен өзара әрекеттесудің көрсеткіші болып табылады. Ибн Сириннің тәпсірі көріпкелдің тақуалық пен дұғаға мұқтаждығының көрсеткіші екендігін көрсетеді. Дегенмен бұл көрініс жартылай елестету, көрерменнің ішкі сезімі мен сезімін білдіретін және қайтыс болған әкеге деген сағынышын білдіретін болуы мүмкін. Бұл көріністердің құндылығына қарамастан, олар ешқандай жаңа болжамдық мағынаға ие емес, бірақ олар көріпкелге кім жоғалғанын есте сақтауға көмектеседі. Түсінде қайтыс болған әкені көру, көптеген адамдар жоруға құмар болатын аяндардың бірі және өмірін түс жоруға арнаған ғұламалардың арасында Ибн Сирин бар. Түсінде қайтыс болған әкемді көру туралы Ибн Сирин бұл түс жақсы хабар береді деп санайды. Өйткені бұл көрген адамның қайтыс болған әкесіне деген ықыласы мен оның қатты сүйіспеншілігін білдіреді, және бұл оның әкесімен кеңесу қажеттілігінің көрсеткіші болуы мүмкін. Оның өмірлік істерінде марқұм әкесі. Жалпы, қайтыс болған әкені түсінде көру, армандаушының өміріндегі жақсы және болашақ тіршілігін көрсететін мақтауға тұрарлық көріністердің бірі. Жалғыз әйелдер үшін түсінде қайтыс болған әкені көру бұл жалпы және маңызды көріністердің бірі, өйткені бұл арман оның өмірінде көптеген оң өзгерістердің болуының көрсеткіші болып саналады, және бұл арман психологиялық жүктеменің бір бөлігінің кетуін көрсетуі мүмкін. Одан өлген әкені ауру түрде көрген жағдайда бұл армандаушының денсаулығына қамқорлық жасау туралы ескертуін көрсетеді. Сондай-ақ бұл арман жалғызбасты әйелдің қайтыс болған әкесі үшін әділдік пен дұға ету қажеттілігін білдіруі мүмкін және бұл түс қайтыс болған әкесінің оны жақсы көретінін және оған жақсылық пен бақыт тілейтінін дәлелдейтін болуы мүмкін. Сондықтан жалғызбасты әйел өз өмірінде ілгерілеу мен гүлденуге ұмтылу үшін бұл пайымды тыңдап, оның мән мағыналары мен түсіндірмелерін орындауы керек. Дайындаңыз. Түсінде қайтыс болған әкені көру бұл әртүрлі тәсілдермен түсіндірілетін жалпы көрініс және коннотациялар осы армандаған адамға байланысты өзгеруі мүмкін. Үйленген әйелдер үшін оның қайтыс болған анасын көру оның өміріндегі тұрақсыздықты және алаңдаушылықты білдіреді. Ал егер үйленген әйел жалпы қайтыс болған әкесін армандайтын болса, бұл оның өмірінде жақсылық пен берекенің болатынын көрсетеді және оның отбасылық өмірінде жаңа табыс немесе гүлдену көзі болуы мүмкін. Ол бұл армандар оның өмірінде өте маңызды болуы мүмкін екенін есте ұстауы керек және олар бір адамнан екіншісіне әртүрлі болуы мүмкін болса да, олар болашаққа қатысты маңызды мәселелердің көрсеткіші болуы мүмкін. Жүкті әйел қайтыс болған әкесін түсінде көруді армандаса, бұл жүкті әйелдің сүйікті көріністерінің бірі болып саналады. Бұл жүкті әйелді жақсы белгілер күтіп тұрғанын білдіреді, және бұл көрініс алдағы босанудың жеңілдігі мен қауіпсіздігіне нұсқайды. Сонымен қатар оның жаңа сәбиіне өте риза болатынын білдіреді. Оның үстіне түсінде қайтыс болған әкесінің пайда болуы оның өмірінде жақсылық пен ризық несібенің бар екенін көрсетеді. Сондықтан алаңдауға немесе қорқынышқа негіз жоқ. Сондықтан жүкті әйел қайтыс болған әкесін армандаған кезде, ол алаңдайтын ештеңе жоқ. Керісінше, бұл көріністі қуанышпен және оптимизммен қабылдауы керек. Түсінде қайтыс болған әкенің сөйлегенін көру, адамның көп уақыт бойына ой салатын көріністерінің бірі. Түсінде қайтыс болған туыстарының бірінің сөйлегенін сирек көреді. Бұл арман көрушіге маңызды хабардың жеткізілетінін көрсетуі мүмкін, немесе өлген адам бір адамға өте жақын болып көрінетін нақты көріністердің бірі болып саналады. Адам қайтыс болған әкесінің өзімен сөйлесіп, күлімсіреп тұрғанын көрсе, өзін жайлы сезінеді және тыныштандырады, және бұл түс марқұмның ақиқат мекенінде әдемі және тыныш жерде екенін көрсететін белгі ретінде қарастырылуы мүмкін. Ақырында, қайтыс болған әкенің менімен сөйлескен арманы адамға күшті психологиялық әсер қалдыратын және оның мүмкін мағыналары туралы ойлануға тұрарлық сирек көріністердің бірі. Түсінде қайтыс болған әкені үнсіз жатқанда көргенде, бұл тұрақтылық пен қауіпсіздік сезімін білдіреді, өйткені армандаушы әкесінің жанында екенін сезініп, осылайша өзін тыныштандырады. Сондай-ақ арман көріпкелдің жақын арада жоғары лауазымға жететінін және оның пайдасына болатынын білдіреді. Түсінде қайтыс болған әкенің эмоционалдық жағдайына назар аудару керек. Егер ол үнсіз болса, онда бұл жақсы. Ал егер ол қайғылы болса, бұл армандаушының шындықта көмекке және басшылыққа мұқтаждығын көрсетуі мүмкін.
Егер армандаушы түсінде әкесінің қайтыс болғанын көрсе және жылап, айқайласа, онда бұл армандаушының қиындықтар мен қысымдардан зардап шегуі немесе ауру, банкроттық және қарыз сияқты ауыр күйзелістерге ұшырауы сияқты көптеген белгілерге әкелуі мүмкін. Бірақ кейде түсінде қайтыс болған әкені көру және оның үстінен жылап жатқан түс көру оларды біріктіретін эмоционалдық күшті және күшті сүйіспеншілікті білдіреді. Өйткені бұл қайтыс болған әкенің сүйіспеншілігін және оның ұлы немесе қызының өміріне әсерін көрсетеді. Түсінде қайтыс болған әкесін көріп, оның үстінен жылайтын жалғызбасты әйел үшін бұл көрініс түс көрушінің күшті қолдауға, басшылыққа және Алла тағаланың мейіріміне мұқтаж екенін көрсетуі мүмкін. Екінші жағынан, армандаушы өзінің тұрмыстық және қаржылық жағдайын жақсарту үшін шаралар қабылдауы керек, әйтпесе оның әкесінің қайтыс болғанын көруі және оның жылауы болашақта өмірде кездесетін қиындықтардың белгісі болуы мүмкін. Түсінде қайтыс болған әкені ауырып жатқанда көру армандаушының мазасыздығы мен күйзелісін көрсететін армандардың бірі болып табылады. Түсіндегі науқас шындықты көрсетеді, өйткені бұл армандаушының өмірінде кейбір денсаулық проблемалары немесе қиындықтарды бастан өткеруі мүмкін екенін, және оның жақындары мен достарының қамқорлығы мен қолдауына мұқтаж болуы мүмкін екенін көрсетеді. Әке адам өміріндегі маңызды тұлға болғандықтан, бұл армандаушының кешірім мен кешірімге мұқтаждығын немесе төленуі керек қарыздар мен дебиторлық берешектердің болуын да білдіруі мүмкін. Сондықтан армандаушы қайтыс болған әкесімен жақсы уақыттарын еске түсіруі керек және бұл арман үшін тым көп уайымдамауы керек. Қайтыс болған әкені көзі тірісінде түсінде көру адамның өмірден озған жақындарын жақсы жағдайда көргенде сезінетін қуанышын және жайлылығын көрсететінін ұмытпаңыз. Адам түсінде қайтыс болған әкесінің күлімсіреп тұрғанын көргенде, бұл жақсылық пен бақытты болжайтын мақтауға тұрарлық көріністердің бірі. Қайтыс болған әке өзінің соңғы орнында сезінген жайлылықтан басқа, бұл армандаушының өміріндегі қиындықтар мен күйзелістерді жеңіп, одан сәтті шығатынын көрсетеді. Қайтыс болған әкенің күлімсіреуін армандау кедергілердің жойылып, проблемалардың шешілетінін және армандаушының өмірі бақыт пен позитивке толы болатынын білдіреді. Егер армандаушы жүкті болса және түсінде қайтыс болған әкесінің күлімсіреп тұрғанын көрсе, онда бұл жаңа туған нәрестенің қауіпсіздігін және оның туылғандағы қуанышын білдіреді. Ал қайтыс болған әке түсінде жалғызбасты әйелге, еркекке, әйелге немесе ажырасқан әйелге күліп тұрғанын көрсе, бұл әкенің о дүниеде беделді болуын білдіреді және оның жоғары дәрежесі, оның салиқалылығы мен әділдігін көрсетеді. Жайлылық. Ақырында сенушілер осы арманнан шабыт алып, өмірде үміт пен позитивті сақтауы керек. Түсінде адамға көріну мүмкін шатастыратын көріністердің бірі қайтыс болған әкені түсінде тірідей көру болып табылады. Әрине, бұл арман бір көрерменде көптеген сұрақтар мен сұрақтар тудырады. Бұл көріністің түсіндірмесі қандай? Бұл армандаушының өмірінде әкесінің болуын және оған деген сағыныш сезімін қажет ететінін көрсетеді. Бұл түс сондай-ақ дүниеден кеткен әкесінің мінез-құлқы мен мінез-құлқына деген көрерменнің көзқарасын білдіруі мүмкін және жеке адамның сауапты істерін жасауына және қайтыс болған әкесіне жұбаныш тілеуіне нұсқау болуы мүмкін. Түсінде қайтыс болған әкені тірідей көру, бұл адамның өмірден өткеннен кейін де әкесімен қарым-қатынасын нығайтуға шабыттандыратын рухани хабар. Осымен бүгінгі түс жору шығарылым аяқталды. Каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Келесі түс жору шығарылымдарда кездескенше.